Ассалаумағалейкум достар, бүгін бізде ВАЗ-2114 автокөлігі 14 деп айтатын. Әдеттегідей көбі білет, фонарлары, жарық шамдары өте сондай проблемный болып келеді. Бірсе жанады, бірсе жанбайды. То поворот жанады, жанбайды, бірсе тормоз бассаң жанбай қалады. Сондай проблемалар бар. Соның шешімін табу үшін көліктің иесі осындай фарларды қондырып бер деп тұр. Жалпы негізі бұндай фарларды қондыруға болады. Жақсы жері мынандай әр жарық шамдарына өзінің бөлек патроны мен проводы келіп тұрады. Әр біреуіне бөлек келіп тұрады. Сондықтан бұлар жанбай қалу дегенде көп болмайды. Тағы да бір нюанстар бар, оны қазір айтып өтеміз. Екі фарны осылай түгелдей шешіп аламыз. Мен артыңғы фарларды, жарық шамдарын шешіп алдық. 4 мынандай креплениясы бар. 2, 3, 4, 8-дік кілтпен ағытып шешіп аламыз. Жаңа фарының артындағы проводкасын әзірге уақытша алып тастаймын, ыңғайлы болу үшін. Жаңа фарларды қондырдық. Қондырған кезде мына минус массовый провод бар, соны ұмытпау керек, екі жақта да бар, общий кетеді. Енді жаңадан алған фарда артындағы мына лампочкалардың патрондары бар ғой. Сол жерде мынандай соединение бар. Мына штекерге келіп қалатындай етіп. Бөлікті түгел алып тастаймын. Яғни мына соединение алып тастаймын, қиып тастаймын. Мына штекерден де алып тастаймын. Түгел артық проводтарды өзінің заводтан қалай келіп тұр, мына провод ушеге дейін қиып алып тастап, тікелей мына проводтарға жалғаймын. Неге? Себебі мына штекердің өзі өте сондай проблемный болып келеді. Ішіндегі контакттер майысып қалады. Сол үшін тікелей проводтан келіп, тікелей проводқа жалғап қоямын. Сонда проблема аз болады. Достар, мен мына штекерді алып тастадым. Жалғама штекерді алып тастадым. Мына тұрған проводтар қазір машинаның өзінің заводской проводтары. Осыны дайындап қазір мен бастарын ашып аламын. Өзім құралым бар, проводты ашатын. Осылай бастарын дайындап ашып аламын, барлықтарын. Міне осылай ашып алғаннан кейін енді мен схема бойынша қараймын, қайсысына жауап беретін. Және қолымда контролька болу керек. Мысалға мен габаритті қоссам, габаритке қазір біздің схема бойынша сары қара болса егер, ол сары қараға бізге плюс келіп тұр ма, келіп тұрған жоқ па? Мұнда тұрған қазір барлығы 5 провод, 5 негізі 6 болу керек, 6-сы ол бізде мына минус. Мына минус ол қазір кузовта тұр. Осыны алып мен қазір әрбір патронға жалғайтын бар. Әрбір лампочка патрондарын өзінің орындарына қойдым. Орындарын қалай білуге болады? Әрбір орында мынандай жазулары бар, әріптері көріп тұрсыздар міне. Ж деген желтый деген сөз. Оның үстінде, допустим, кор деп тұр, коричневый, яғни қоңыр деген сөз. Сөйтіп, әрбір мына жерде Б деген бар, әріп, Б белый. Қара провод, ол общий, және де мына жерде кішкентай лампочка бар, ол габарит лампочкасы. Ол қараға бәрі бір-біріне жалғанып, мына жерден өзінің выходы болады, шығатын жері. Осыған мен мына кузовтағы минусты жалғаймын. Біздің барлық лампочка минус келіп тұрады. Яғни барлығына ортақ общий минус келіп тұр. Мұнда тағы да айта кететін нәрсе бар. Мына жерде кішкентай лампочка бар, мына жерде. Мына кішкентай лампочка ол габариттің лампочкасы. Ол габариттің лампочкасынан бізде екі қара провод шығып тұр. Екі қара провод. Соны шатастырып алмаңыздар. Оның біреуі общий кеткені, барлығына ортақ кеткені ол минусқа жалғанып тұр қазір. Ал екінші қарасын минусқа жалғау керек емес. Бізде заңдылық бар ғой, кез келген лампочка жану үшін оған плюс және минус керек болды, басқа ештеңе керек емес. Демек біз мына бірінші қараға общий минусқа минус беріп қойғаннан кейін екінші қарамыз плюс болу керек деген сөз ғой. Екеуі қара түсті деп екеуінде минусқа беріп қойға болмайды. Қазір габаритті қостым мен. Енді осы проводтардың біреуіне плюс келу керек. Плюс келіп тұр ма, келіп тұрған жоқ па? Плюс қазір келіп тұр. Енді осыны жаңа біздің лампочкалардың қайсысы габарит, оған жалғаймыз. Габарит бізде жаңа айтып тұрған кішкентай лампочка. Габариттен келіп тұрған біздің проводымыз. Мана айтылған кішкентай проводтың плюсіне жалғанды, қарасына. Екінші қарасы ол минус. Енді қарайық. Біздің габарит шамдарымыз жанып тұр. Солай дәл осылай әрбір проводты өзінің орнына жалғаймыз. Қазір мен поворотты жалғайтын болсам, бірінші поворотты қосып қоям. Схема бойынша қарайым, қандай түспен келу керек, болмаса
схема қолымызда болмаса, онда контролькамен қараймын. Қазір мен поворотты қосамын. 5 проводтың біреуі жалғанда, ол габарит. Қазір габаритті өшіп тастадым. Енді поворот қосып қойдым. Енді қараймыз контролькамен. Қай проводқа бізде повороттың сигналы келіп тұр. Жасылдан қараймын. Жасылда ештеңе жоқ. Қызылдан қараймын. Қызылда ештеңе жоқ. Келесі провод ештеңе жоқ. Яғни бұлар қосылып тұрған жоқ деген сөз. Бізде қазір қосылып тұрған тек қана поворот, яғни көк қара провод. Повороттың сигналдары келіп тұр қазір. Дәл осы проводты мен фардың повороты қайсы болу керек? Мысалы, шеттегі болу керек. Осы шеткі лампочкаға жалғайтын боламын. Поворот шамдарымыз жанды. Енді келесі қазір бізде стоп, яғни торымыз жалғайтын боламыз. Бір адам басатын адам болмаса, мен мына жерге қазір бірдеңе қысырып қояп, басылып тұратындай етіп. Сөйтіп, торымыздың проводын тауып аламын. Торымыздың орнына отвертк салып қойдым. Қазір торымыз педалі басылып тұр. Сонымен бізде екі провод жалғанып тұр. Ол біріншісі бізден габарит, екіншісі поворот. Торымыз схема бойынша қызыл проводтан қараймыз. Қызыл проводтан бізге қазір плюс келіп тұр. Респесе мынау болу керек. Дәл осыған қызыл проводымызды жалғайтын боламыз. Мінекей торымыз бізде жанды қазір. Енді бізде қазір екі провод қалды жалғанбаған. Енді мен қазір көргім келіп тұрғаны задний ход. Задний ходты қазір мен қосып аламын. Задний ходты қосу үшін машинаны оталды шарт емес, керек емес. Зажигание ашып қоямыз. Сосын барып артқа саламыз. Салғаннан кейін бізге қалған екі проводтың біреуіне плюс келу керек. Схема бойынша ол жасыл провод. Бізге жасыл проводқа ештеңе келмейді. Демек, задний ходтан бізге сигнал келмейді. Задний ход оны тексеру үшін бізде как раз жасыл проводымыз артыңғы фарға барады. Демек, қалай жұмыс істейді? Мына сары проводтан плюс келіп тұрады. Коробканың артқа салған кезде датчик қосылады да, мына плюсіміз бізге келіп тұрған, сары проводтан келіп тұрған плюсіміз осы жасыл проводқа қосылып, жасыл проводта плюске айналады. Плюске айналған уақытта біздің артқы жарық шамдарымыз жану керек. Енді датчиктің орнына қазір біз екі осы проводты қосып қоямын. Яғни датчиктің рөлін өзім атқарам провод арқылы. Сөйтіп артқа плюс барып тұр ма, барып тұрған жоқ па, соны тексеріп аламын. Егер артқа барлығы плюс барып тұрса, демек біздің датчигіміз жасамайды деген сөз. Мінекей мен былай қазір екеуін біріктіріп қойдым. Жасыл келіп тұр. Керемет. Енді осы жасылды өзінің орнына жалғаймын. Жалғап болғаннан кейін осылай изолентілеуге ұмытпаймыз. Дәл осылай оң жақ фардың жалғаймыз. Сонымен достар, барлығын жалғадық. Габарит, поворот, торымыз барлығы жанып тұр. Задний ходтың лампочкасын ауыстыру керек. Және тағы да клиенттің сұрауы бойынша мынандай рамка алып келді. Екі жағында лампочкасы бар. Соны мен қазір былай өткізіп, габаритке жалғап қойдым. Габарит кезінде освещение номері бірге жанып тұрады.